қараңызшы, анаңызды, әкеңізді қаншалықты сүйесіз, жақсы көресіз. Неге? Себеп бар. Сізді мейіріміне бөледі. Кішкентай кезінен, тіпті ананың құрсағына түскеннен бастап сізге мейірімділік көрсетті. Дүниеге келген кезде сіз үшін барлығын берді. Сол үшін де арада мейір бар. Ол мейірдің өзін Алла салып қойды. Жалпы 100 мейірімнің өзі 100-ге бөлінетін болса, соның бірін ғана Алла Тағала жер бетіне түсірді. Енді қараңыз, құстың баласына деген мейірімі. Кез келген жаратылысты алып қараңыз. Өзінің баласына деген мейірім бар. Енді адамдікі одан сан есе жоғары. Сол адам баласының ішінде ананың балаға деген мейірімі теңдеусіз деп ойлаймыз. Бірақ Алла Тағаланың дүниеге түсірген 100-ден 1-нің ғана бөлігін соның барлығына бөліп беріп отыр. Яғни сол бір бөліктің өзі ғана анада емес, барлығын бүкіл жаратылысқа бөліп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің үмметін қаншалықты сүйді. Соның барлығы да осы бір бөліктің ішінде. Ал енді қалған 99-ын Алла Тағала қалдырып қойды дейді. Ол мейірімнің қиметтің күні пенделерін сол мейірімге бөлейді дейді. Сол ананың өзі баласын қимайды. Бала қаншалықты анаға қастандық жасаса да, тіпті мына қарттар үйінде анасын алып барып тастап кеткен кісілермен сөйлесіп отырып, балаңыз неге осы тірлікке барды десең, баласына тіл тигізгісі келмейді. Жоқ, балам емес, келін ғой дейді. Сондай қастандық істеп отырған баласының өзін жақсы көріп оған тіл тигізгісі келмейді. Ал енді Алла Тағала пендесін одан сан есе қатты жақсы көреді. Ананың балаға деген көрсеткен мейірімі үшін не істейміз біз? Алланың берген ақылын, сана сезімін, хидаятын қолдану арқылы сол анамызды жақсы көреміз. Әкемізді жақсы көреміз. Және олардың айтқанын бұлжытпай орындауға тырысамыз. Неге? Өйткені мейірім бар арада. Ал енді сіз намаз оқып шариғатты тереңнен бойлап игерген болсаңыз, екі бастан олардың алдында үх демеуге, оларға қызмет етуге тырысасыз. Бірі махаббат бар арада, екіншісі міндетіңізді түсінгіз. Ал енді Алла Тағаланың сізге берген нығметтерін қарайтын болып, оларға да осылай көз жүгіртетін болсаңыз, ата-анаңыздан да артық жақсы көре бастайсыз. Өйткені Алла Тағаланы және оның елшісін барлығынан артық жақсы көрмейінше толық иман еткен болмайсыңдар деді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Біз ата-анамызды жақсы көреміз, себебі бізді әлдилады, аялады, өсірді. Олардың барлығы көз алдымызда бізді қорғаштады. Қыстың күні, жаздың күні бізге қажеттіліктеріміздің барлығын тауып берді. Солардың барлығы көз алдымызда. Біз үшін қиналғандардың барлығын білеміз. Сол үшін де оларды жақсы көреміз. Дәл солай сіз Алла Тағаланың сізге берген әрбір нығметтерін санап шығатын болсаңыз, жатар алдында көз алдыңызға елестетіңізші. Бір қарт кісі ауруға шалдығып қалады. Аяқ астынан қатты ауырады. Ауруы зәрі шықпай қалады. Сонда бала шағасы дереу оны алып дәрігерге алып барып, дәрігерде білім иесі екен, аяқ астынан келген ауруға дереу көмек көрсетіп, зәрін шығаруға көмектеседі. Қатты қиналып, зәрін шығара алмай қиналып жатқан әлгі кісі зәрі шыққаннан кейін бала шағасымен барлығы жабылып, дәрігерге алғыс айтып, рахметін айтып жатады. Сонда әлгі қарт кісі көзіне жас алып, бір рет зәрімді шығарып берген адамның асты үстіне түсіп, алғысымызды айтып жатырмыз. Осы күнге дейін мен сұрамасам да, менің талай зәрімді шығарып берген Аллаға бір ретті алғыс айтпаған екен ғой деп көз ашылған екен.